Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін наурыздың 18 болды. Бізде көктем. Келді бізге көктем. Алдында көктемнен хабар жоқ десем. Саған хабарласам деп еді деп жазып жүріпті бір кісі. Хабарласып отырып келді міне көктем деймін ба. Торғайлар. Ой-ой. Қап кеттік. Үйсті осындай көктем болады. Сіздерге қора жаққа үй жақты түсірейін деп жатырмын. Қора жақпен. Слай болып тұр бізде. Ау! Не едесіз бен? Ана жерді күретіп алдық жана. Кат келді да. Ана жерде бүйтіп қарларыштырды ғой. Да. Соның бәрін естіп нетіп беріп кетті. Күреп беріп кетті. Ата анау немен бірдей болып тұрды қорамен. Осының бәрін етті. Тез еритін болды енді біздің мына жақ. Жақсы болды. Ой-ой. Осылай. Қарағанды облысы осылай батпақ еріп жатыр көктем шығып. Сиырлар әлі келмепті өрістен. Жер жырған әңгіме сондай. Есігін қамапты ғой жерде. Есігін жауып тастапты ғой деймін. Таулардың бәрі ләзді ашылды ғой. Сіздерге нешесігін түсірген? 13-шігін түсірген. Бәрі қар болған. Бүгін уже осай болып тұр қопшым. Мыналар кешіп батқанда білмеймін өріске кетіп баратын не кетіп баршыдым. Сиырлар жатыр, анау дөңде. Ешкім ауылға асықпайды, сиырлар уже көктем шығып. Сіздерге кішігірім видео болсын. Осылай япшым. Күшті, мынандай киіп алып, бүйтіп басып жүріп ойнап жүріп. Бір күн, 14 күн әбдікі болды. Сосын оның бәрі ерді. Сіздермен болғанда сау болыңыздар.